демекші швед қыздары өздерінің бетіне Oriflame кремін жағады. Ал Американ қыздары өзінің бетіне мереке жағады. Ал қазақтың қыздары беттеріне айран жағады. О, қаз екен білген екен жыланның бетін немен қайтаратын. Жігіттер білесіздер, мен машинамды стоянкаға қоямын. Ал мен сағызым стоянка қоямын. Арслан, сен сағыздың қай жердегі стоянка қоясың? Міне сағыздың стоянкасы. Muchacho, acompáñenme. Қазақстан кинотеатрларына тамашалаңыздар. Человек тауық. Алдарыңызда әр мезгілдің биі. Көктем. Жаз. Күз. Қайтадан келген көктем. Аяса квн командасы дискотекада. Muchacho, acompáñenme. Жігіттер, балнұр келе жатыр. Жігіттер, мен бір балаға сырымды айтайын деп едім. Жоқ, сендер емес. Көстемесін командасындағы Марат. Марат, не соншама қызбен сөйлеспегенде сызылып тұрсың ғой? Марат, осы сен командандағы Азамат қандай жігіт? Өзіңіз разайламайын. Азамат, сенің атың нағыз жігіттің аты ғой, ал менің атым Балнұр, нағыз тәтті қыздың аты. Абайдың сөзі бар ғой, шын ғашықтар бір-біріне қарамайды деген. Неге тесіліп қарап тұрсың, бұлардың бәрін құрттың ғой? Қазақтың нағыз мақал бар ғой, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Азамат, осы мен бағанал бер айтайын деп айтамай атқан сырым. Бүгін кешке біздің командада вечер болатын еді. Соған тамада болып берші. Muchacho, acompáñenme. Күнделікті Шымкент қаласының автобустарында болып тұратын оқиға. Алдарыңызда дәмді де және тез бағдарламасы және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы студент Арслан, қарсы алыңыздар. Muchacho, acompáñenme. Саламатсыз ба, Арслан мырза, сіз бүгін бізге қандай тағам істеп бересіз? Тоқтайтыңыз, бірінші саламатсыз ба деңізші? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қандай тағам істеп бересіз? Бұл тағам студенттердің ұлттық тағамы десе де болады. Керемет. Бұл Европада және Қазақстанда кеңінен қолданылады. Бұл тағамды істеу үшін нелер керек сізге? О, өте орынды сұрақ. Бұл тағамды істеу үшін 750 грамм вермишель, 30 грамм пістемай, бір ас қасық тұз болса болды. Сіз сонда укроп, петрушкілерін қоспайсыз ба? О, тағы орынды сұрақ. Білесіздер, студенттер өте таланбас халық. Онда петрушки жақтыра бермейді. Ал кешіресіз, Арслан мырза, бұл тағамның аты қандай болды? Тағы өте орынды сұрақ. Бұл тағамның аты 5 қасық 15 адам. Керемет. Ал Арслан... Тура осы туралы бір мақал бар. Нағыз студент емес, нағыз студент макарон. Дұрыс қой енді, Арслан мырза, бұл тағамды сіздер қай уақытта жейсіздер? Бұл тағамды кім ерте тұрады, сол жейді. Дәл осындай тағы бір әдемі сөздер бар ғой. Ерте тұрған еркектің ырысы артық,
ерте тұрған студенттің бір тарелка тамағы артық. Алдарыңызда әр қаланың КВН-ге кіретін входтағы оқиғалары, сонымен Астана қаласы. Билет. Кіре бер. Алматы қаласы. Билет. Кіре бер. Ал енді көптен күткен Шымкент қаласы. Билет. Короче, мен балдарынан басқа ешкім білмесін. Айзада жастар әзіл думан бастар жайдарманда тойлаймыз. Бәрекелді АСА КВН командасы. Кезекте өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген әдемі сауалдарыңыз болса, командалар сіздердің көңілдеріңізді көтеретіндей жақсы жауаптармен қайтарады. Мына ортаға келіп, ортадағы микрофоннан сауалдарыңызды қоя берулеріңізге болады. Кімнің жүрегі қазір батылдыққа, сондай бір ерлікке баратын болса, келіп бастасаңыздар. Командалар дайын. Рахмет. Командалар қойатын сұрағым, неге қыздар көктемде құлпырып кетеді? Неге қыздар, сен сияқты қыздар көктемде құлпырып кетеді? Спасибо за комплимент. Нұрмахан аға, неге қыздар көктемде құлпырып кетеді? Біздің класста бір қыз бар еді. Ол анау отыр. Естіп жатсың ғой, көктемде қыздар құлпыру керек. Неге қыздар көктемде құлпырып кетеді? Ол кімнің арқасы? Ол Қарапұқаның арқасы. Бәрекелді, Дархан, рахмет. Кезекте бұл да бір танымалшы КВНші Айқай, көршілер. КВНшіктерге сұрақ. КВНшік болу оңай ма? Қолды ұстап тұруына қарағанда оңай сияқты. Айдар, КВНшік болу оңай ма? Екі очки кию оңай ма? Өлең қылғым кеп жатыр мен бір өлең. Мына мен жұлдызым. Кеттік. Нұрмахан, КВНшік болу оңай ма? КВНшік болу оңай ма? Тоғайда көктемде машина зу-зу өтіп жатқанда, бәрі бітшіп болып жатқанда оңай емес негізі. Бәрекелді. Адам маймылдан жаралған дейді. Ал маймыл кімнен жаралған? Дима.